Сәлем достар, бүгін сіздермен босану кезіндегі психологиялық дайындық туралы сөйлесетін боламыз. Ең алдымен айтатыным, бәрін бір Құдайға тапсырыңыз, кейін өзіңізге сеніңіз. Яғни, өзім босанам, менде барлығы жақсы болады, жеңіл босанам, оңай босанамын деген адамда психологиялық настрой болу керек. Өзіңе деген сенімділік болу керек. Бұл босану барысында да қажет болады. Барлығы жақсы болады. Мен бір Құдайға барлығын тапсырдым және өзіме сенем. Менде де барлығы жақсы болады, оңай босанамын деп ішіңізден жиі қайталай берген дұрыс. Бала біткен күннен бері сондай ойда, сондай сезімде жүрген дұрыс болады. Сосын әрдайым осы екіқабат кезде Фатиха, Ықылас сүресін үзбей оқысаңыз сол дұрыс. Тәсбих тартсаңыз, немесе намаз оқысаңыз да пайдалы. Бір жағы ол қимыл қозғалысыңызға да жақсы. Бір жағы Алладан тілеп, Аллаға бәрін тапсырғанда жолымыз да ашыла түседі. Оңай босануымыз да жеңілдеу болады. Бәрін бір Құдайға тапсырған кезде, плюс дұға оқыған кезде бізде барлығы жақсы болады. Одан кейінгі тек қана жақсы ойда, жақсы сезімде болу керек. Ой, анау кесарба болыпты ғой, мынауын жаңа қан ағып кетіпті ғой, анау үйтіп қалыпты ғой, босанған өте қиын деп кейбір әйелдер мысалы сондай өте басынан қиын жағдайды өткіздіргеннен кейін босану өте қиын, босану бір жаман секілді қылып айналасына таратып айтып жүреді. Бірақ ол адамда өтті деген сөз сізде де қайталанды деген сөз емес. Мысалы менің анамда босану өте қиын болған. Тек қана екінші баласында ғана оңай болған, қалған кездегі босану өте қиын болған. Төртінші баласында кесарова болған. Бірақ мен сондай түрлі жағдайларды естісем де, мен ол нәрсені басыма құймадым. Басыма тек қана жақсы нәрселер құйдым. Дұға оқыдым, Алладан тіледім. Аллаға шүкір, екі баламды да оңай әрі тез босанып алдым. Сол себепті де ең бастысы адамда психологиялық дұрыс көңіл күй болу керек. Психологиялық дұрыс настрой болу керек. Сол кезде ғана босану барысы жеңілдейді. О бастан ойымызға тек қана сол екіқабат кезде жақсы нәрселерге қарап, жақсы музыка тыңдап, жақсы нәрселер ойлап, ішімізді сипалап, қайта-қайта, балам, сен оңай туыласың, бізде бәрі жақсы болады деп, тек қана жақсы настроймен, тек қана жақсы оймен ғана біз жеңіл әрі оңай босана аламыз. Әрине, бір жасыңыз келіп, бір 40-тан асып кеткен болсаңыз, әрине босану барысы ол кезде қиындау болады. Бірақ мысалы жас қыздарда да болып жатады, қиналып, ауырып, босану барысында айғайлап, қиналып, туу деген осы екен ғой деп ауырсынған сайын айғайлау, қиналу, қорқу, ол одан сайын босану барысын қайта өзіңізге жамандық шақырып аласыз, қайта тежеле береді, тіптен матка да ашылмай қалуы мүмкін. Сол себепті де тек қана қанша қиын болса да, толғақ әрине оңай емес, қанша қиын болса да, қанша соншалықты қатты ауырсынып жатсаңыз да, дұға айтып, бәрін бір Аллаға тапсырып, барлығы жақсы болады деп сеніп, соңына дейін сабырлы болып шыдасаңыз, толғақ та жеңіл өтеді, босануыңыз да өте жеңіл болады.